Мемлекеттік кедейліктен құтқаратын жалғыз жол бар. Ол білімді дамыту болды. Мәдениеті төмен, бірақ білімі жоғары адам қоғамға қауіпті. Енді біз бір сатын аттап өтейін деп жатырмыз ғой, баспай, түсінесіз бе? Негізі оқыту материалдарымыз оқуған ғана үйретеді, ат түсінуге үйретпейді. Туындап тұрған мәселе емес, одан кейінгі мәселені шешуге жұмыс жасайды. Сондай жағдай қалыптастыру үшін студент алдын ала қандай да бір оқыту материалдарын оқып, меңгеріп, сабаққа дайын болып келу керек. Армысыздар, аса құрметті көрермен, тыңдарман. Армысыз, аса құрметті Алматы менеджмент университетінің академиялық даму жөніндегі проректоры Әсел ханым. Армысыз, Дарын онлайн платформасының жетекшісі Асқар мырза. Қош келдік. Қош келдіңіздер. Қайырлы күн. Бұлай алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет айтамыз. Рахмет сіздерге. Әдептен озбайын, бірден сұрақтар легін қозғайын. Енді рұқсат болса, бірінші сұрақ университет идеясы жөнінде. Өздеріңіз білетіндей, университет идеясы, миссиясы туралы өте көптеген зерттеу жұмыстары жүргізілген. Алғашында университет өзі дінмен үйлескен түрде болғандықтан, ол шіркеулерге, діни ұйымдарға тәуелді болды. Сосын кейінірек неміс ғалымы, философы фон Гумбольдттің айту бойынша университет институционалды түрде еркін болып, өзінің бағанағы дербес автономиясын сақтай келе, зерттеу жұмыстарында академиялық еркіндігі болып, бірақ мемлекетке бағыну керек деді. Ол кісінің айту бойынша университет идеясы мемлекетке интеллектуал керек емес, мемлекетке ұлттық рухты құндылықтары бар гражданин, азамат керек деді. Яғни мемлекеттің құзырында болу керек деді университет. Сосын бұл ойға қарама-қайшы пікірді бағанағы ағылшындық кардинал Джон Ньюманның айту бойынша, әлбетте мемлекет бұндай университет идеясымен дамуы мүмкін, бірақ индивидтердің санасы тарылып кетеді деді. Тағы бір ең соңғы түйін, осы университет идеясы бойынша Флекснер деген американдық педагог айтты, ол университет идеясы дегеніміз, ол біліммен бөлісу, қоғамда болып жатқан бүкіл шараларға критикалық көзқараспен баға беру, және де мәселелерді шешу деді. Түйін, университет идеясы дегеніміз қоғам талабына сай өзгереді екен. Яғни идея университета изменяется в связи с изменением требований, исходящих от общества деп келеді ғой енді. Енді Қазақстанда дәл қазіргі таңда қоғамның талабы қандай, университет идеясы қалай? Енді кім бастайды? Әсел ханым, сіз бастаңызшы. Жақсы, рахмет. Мұқағали, сіз жаңа университеттің даму тарихын жақсы ашып көрсеттіңіз негізі. Енді сұрақты сөйтіп ашуға мәжбүр болып тұрмын да, айтпесе қаншалық жақсы ойлайтыныңызды. Иә, таңғалып отырмын негізі. Кеше бізде декандар мектебі корпоративті оқыту бағдарламасы болды. Кезекті сессиясын біздің Алматы президенті Асылбек Қожахметов жүргізді кеше. Жалпы университеттердің 21 ғасырдағы университеттер деген тақырыпқа бір дискуссия қозғалды. Сол жерде де біздің Асылбек Қожахметов университеттің даму тарихынан бастады. Ең негізгі университеттер жалпы діни мәселелерді шешу мақсатында қалыптасқан болатын, өйткені олар адамның рухани дамуы, дінді тарату үшін қалыптасты сол кезде университеттер. Екіншіден, сіз жаңа айтып отырыңыз, неміс ғалымы Гумбольдттың. Яғни ол екінші университеттің типін құруына себепкер болды. Сол кезде жалпы екінші даму бағытында университеттер өндірістің мәселелерін шешуге бағытталды. Яғни олардың білімі, яғни университетте берілетін білім қандай да бір өндірістің қажеттіліктерін қанағаттандырып, өндірістің дамуына жағдай жасау керек деген мақсатпен жалпы өндіріс қандай талап қояды, соған жауап берді университеттер. Енді қазір сондықтан университеттің типтері де тарихта өзгертіліп отырды. Ал қазір университеттің шешетін мәселесі қандай, ол қоғам университеттің алдында қандай талап қойып отыр деген ол кезекті мәселе туындап отыр. Өйткені қазір университет өндірістің мәселесін шешпейді, жалпы қоғамның даму мәселесін шешуге бағытталу қажет деп. Сондықтан да жалпы университеттерді үшке бөліп қарастырады, үш типін
ашып көрсетеді. Бірінші тип бұл тек қана оқыту университеттері, яғни teaching universities дейді. Олардың мақсаты тек қана қандай да бір кәсіпке баулу, қандай да бір бағыттағы маманды даярлау. Қазіргі біздің қазақстандық университеттің көп бөлігі негізі сонымен айналысады. Өйткені ол қандай да бір салаға қажетті маманды дайындайды. Екінші университеттің типі бұл ғылыми зерттеу университеттері, яғни ол жерде тек қана білім беріп қана қоймай, бар білімді беріп қана қоймай, жаңа білімнің қалыптасуына жұмыс жасайды. Яғни олар зерттеулер жүргізіп отырып, жаңа білімді қалыптастырады. Бұл университеттің типтері бізде де бар. Үшінші типтері, оны кәсіпкерлік университет дейді. Олар жаңа білім қалыптастырып қана қоймай, инновациялардың дамуына, инновациялардың қандай да бір жалпы қоғамда енгізілуіне жауап беретін университеттер. Кәсіпкерлікті бұл жерде бизнеспен шатастырмау керек. Өйткені бізде көбінесе бизнес пен кәсіпкерді бірдей қарастырып жатады. Негізі кәсіпкер деген ол бизнесмен емес. Кез келген саланың кәсіпкері болу керек. Мысалы, мен өзімді кәсіпкер деп айта аламын. Өйткені мен білім саласында жүрсем де, мен әр уақытта өз жұмыс істеп жүрген саламда инновациялар іздеп, жаңа методикаларды енгізіп, жаңа оқу бағдарламаларын енгізіп, яғни өз қызметімді тиімдірек ету үшін өзім қандай да бір инновацияларда ізденісте жүретін адаммын. Сондықтан да осы үшінші тип менің ойымша қазір қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға себеп болатын, немесе негіз жасайтын осы үшінші типтің университеттері. Қазақстанда да ондай университеттер қазір өзін кәсіпкерлік университетпін деп сондай бір миссия қойып, сол бағытта жұмыс істеп жатқан университеттер де бар. Сондықтан кеше бізде мынандай сұрақ болды, негізі сессияда, талқылауда. Қазіргі университеттердің негізгі миссиясы қандай, негізгі қызметі қандай? Мен өзім жұмыс істейтін университетімді айтатын болсам, біздің миссия былай деп аталады. Біз білім, зерттеу және кәсіпкерлік арқылы өмірді жақсартамыз деген сондай бір миссиямыз бар. Яғни біз осы білім арқылы, ғылыми зерттеулер арқылы және кәсіпкерлік арқылы осы өзіміздің өмір сүріп жатқан қоғамды өзгерте алатынымыз дегенге сенеміз. Сондықтан да біздің миссиямыз сондай. Және кеше жалпы сондай сұрақ қойған кезде біздің декандар болсын, жалпы біздің қызметкерлер, біз қоғамға қызмет етеміз деген жауап берген. Біз қоғам қажеттіліктері үшін қызмет етеміз, біз қоғамға қызмет етеміз, сол үшін университеттің негізгі миссиясы сол деген, сол сияқты жауаптар да болған. Жақсы, керемет. Асқар мырза, қосарыңыз бар ма? Бәрін ашып айтты деп ойлаймын. Енді жалпы Мұқағали мырза шақырғаныңызға көп рахмет. Осы қазақша контент деп айтып жатады, сол бойынша өзім бір ауыз қол сау кетейін дегем. 2019 жылы біз Дарын онлайн платформасын бастаған кезде ютубтан жалпы қазақша кез келген сабақты іздеген кезде табылмайтын. Бөлшекке қосу десең, сенде өте көп орысша, ағылшынша неше түрлі анимациялар мен видеолар шығады, бірақ соған байланысты қазақша видеолар болмады. Сонымен 2019 жылдан кейін карантин, пандемия басталғаннан кейін бізде Дарын онлайн осы қазақша контент өндірумен ең алғашында басталғанбыз. Қазір сол платформада 27 мыңнан астам қазақша видео сабақтар бар. Біраз бөлігінде ютубқа салып тұрамыз. Қазір қарасақ, ютубқа кіріп осы бөлшекке қосу керек десеңіз, қазақша өте көп мұғалімдердің дәрістерін, неше түрлі бағытта қазақша видеолар табамыз. Сондықтан ол қуантатын жайт. Барлығымыз осындай қазақша контенттің көбеюіне атсалысайық. Енді университет тақырыбына шақырғаныңызға рахмет. Жалпы университетті өзіміз оқыған болмасақ, шетелде білім алғанымыз болмасақ, Әсел ханым секілді университеттің терең зерттеумен айналыспаған, бірақ та менің айтқым келгені, бізде Әсел ханым айтты ғой, салалық бағытталған. Бізде осы Қазақстандағы айтатын, өзім мектеп бітірген оқушы ретінде біз Егемен Қазақстан деген журнал бар еді. Сол жерден ғана мамандықтардың тізімін көре алатынбыз. Оған дейін бізде профориентация деген атымен жоқ. Яғни 11 бітіресің, мамандығың қолыңа сертификатыңды аласың, содан кейін барып бізде қандай мамандық бар екен жалпы Қазақстанда деген ой бірақ келеді көп студенттерде. Одан кейінгі мәселе осы университетке келгеннен кейін университет қазіргі екінші мәселе ол өндіріспен
университеттің арасындағы байланыстың алшақтауы. Осы бойынша біраз зерттеулерді қараған кезде осы 1990 жылдарға дейін мынандай счетный машина сияқты болған екен да. Мына жақта университеттің мамандықтарын шығарып жатады, а мына жақта өндірістерден мамандарды шығарып жатады. Яғни керек спрос, яғни спрос предложение деп айтады ғой. Сол кезде екеуі бүйтіп сәйкестендіріп отырып, әрбір 4 жылда керек мамандықтардың тізімін шығарып беріп отырғанда, қазіргі таңда бізде ондай счетный машина жоқ деп ойлаймын. Бізде қазір әркім өзі примерно мен мынандай бола аламын, соған мен бағытталып мамандықпен түсемін. Енді университетте ең бастысы ол маманды тәрбиелеп шығу керек қой. Бірақ та қазір сол маманды тәрбиелеп шығуның өзі жеткіліксіз болып жатыр да. Көп ғалымдар барлығы айтады, мысалы, бір адам бір өмірінде кемінде 4-5 мамандықты ауыстырады деп. Сондықтан университетте бір ғана мамандықты үйреніп шығу ол қазір бізде қаншалықты актуалды болады, алдағы жылдар ол тоже белгісіз. Сол мен соны айта салайын деп, қосайын деп едім. Керемет. Енді біртіндеп идеядан бастады. Болашақ университет моделіне көшейік. Әсел ханым, енді сіз осы салада қызмет етіп жүрсіз. Болашақ университеттің моделін қалай көз алдыңызға елестетесіз? Жаңа Асқар мырза жақсы ойды айтып кетті. Адам өз өмірінде бірнеше мамандықты өзгертуі мүмкін. Және қазір біз күнде ескіріп жатқан немесе жаңадан пайда болып жатқан мамандықтарды көріп отырмыз. Иә, өмірдің өзгеру қарқыны үдеп кетті тіпті. Иә, егер біз мектепте оқыған кезімізде бізде интернет не компьютер тек қана соңғы класстарда ғана пайда болса, қазіргі балалардың туғанынан бастап интернет ол негізгі құралы, немесе мобильді телефондар негізгі құралы. Сондықтан бұл осы трендтерге байланысты университеттерде өзгермей тұра алмайды. Егер де бұрынғы университеттер мысалы өндірістің қажеттіліктерін қанағаттандырса, қазіргі заманның талабына сәйкес болу үшін университеттерде өзгеру қажет. Мен негізі жалпы университеттер қажет пе, мүмкін университеттер жойылып кетеді деген сондай бір әңгімені көбінесе естіп жатамын. Негізі мені ол кішкене қуантады деп айтпаймын, өйткені университет ол тек қана білім ордасы ғана емес, ол әлеуметтік институт. Адамның тұлға болып қалыптасуына тікелей әсер ететін институт. Өйткені адам университетке келіп түскен кезде мектеп оқушысы ол тек қана қандай да бір кәсіп қана алып қоймайды, білім ғана алып қоймайды, ол тұлға ретінде қалыптасады, өзінің өмірлік мысалы жолын іздеп келеді, сол университетке. Сондықтан да қазір университеттің басты мақсаты қандай да бір кәсіпке даярлау болмау керек. Өйткені адам ол өмірінде бірнеше рет мамандығын өзгерту мүмкін. Тіпті қазір ол мамандығы ертең ескеріп тіпті жойылып кету мүмкін, жаңа мамандыққа баулу керек болады. Сондықтан да университет біз қандай да бір мамандыққа даярлаймыз деп айтпаймыз. Біз қандай да бір дағдылардың қалыптасуына, болашақта қажет болатын дағдылардың қалыптасуына ықпал етеміз. Біздің негізгі мақсатымыз сол. Және адамды болашақ өмірге дайындаймыз. Сондай бір мақсатты қойып отырмыз. Сондықтан менің ойымша болашақ университеттің моделі сондай. Қандай да бір нақты мамандыққа қадалып қалмау керек. Өйткені қандай да бір маманның иесі болу үшін бізге кәсіби дағдылар керек. Бұл кәсіби дағдыларды меңгеру қиын емес. Мәселен, қаржыгер болу үшін бухучетті білу керек, қаржылық менеджментті білу керек, Excel-де жұмыс істей білу керек деген сияқты. Бірақ қазір мысалы бағдарламаларды өзгеріп жатыр. Қандай да бір кәсіптің иесі өзінің функционалы өзгеріп жатыр. Мысалы, 10 жыл бұрынғы бухгалтер мен қазіргі бухгалтерді салыстыруға болмайды. Өйткені 10 жыл бұрын егер де бухгалтер тек қана мысалы бір өзінің калькулятормен немесе Excel-де жұмыс істеген болса, қазір ол жұмысты атқармайды, өйткені оның дайын бағдарламалары бар. Сол жаққа тек қана жұмыс істеу керек. Сондықтан да адамды университетте менің ойымша біріншіден өмір бойы оқуға үйрету керек. Өйткені бұл ең қазіргі қажетті дағды. Өмір бойы оқуға үйрену. Мынандай дүниежүзілік экономикалық форумның жыл сайын жүргізетін зерттеуі бар, Future of Jobs деп аталады. 25 жылға аса қажетті дағдылардың тізімін жариялаған екен, зерттеу жүргізе келе. Сол дағдыларға назар аударсақ, ең бірінші дағды бұл аналитикалық ойлау және инновацияларды генерация инновация. Сондай дағды. Ең бірінші дағды. Екінші дағды белсенді оқу. Яғни адам
өмір бойы белсенді оқуға үйрену керек. Иә, үнемі жаңа нәрсені оқып, ескіні ұмытып деген сияқты. Ең қиыны ескіні ұмыту ғой бұл жерде. Үшінші бұл сыни ойлау, иә, креативтілік, аналитикалық ойлау, және келесіден эмоционалды интеллект сияқты сондай дағдылар осы жалпы топ 10 дағдылар тізіміне кіреді екен. Болашақта кез келген маман иесіне қажетті жаңағы soft skills дейді ғой, сондай дағдылар. Бұл жерде жалпы кез келген саланы алып қарасаңыздар, мына кәсіби дағдыларды меңгеру әлдеқайда жылдам, және ол кәсіби дағдылар өздері күнде өзгеріп жатыр. Яғни қазір қажет болған дағды, ертең мысалы кәсіби дағды, ертең қажет болмай қалуы мүмкін. Бұл жердегі ең қиыны бұл өмірлік жаңа soft skills, соларды меңгеру. Өйткені коммуникативтілікке бір күнде үйрене алмайсың. Креативті ойлауға бір күнде үйрене алмайсың. Мысалы сыни ойлау. Немесе, яғни бұндай дағдыларды өмір бойы қалыптастырасың. Мектептен бастап өмір бойы оқып қана қалыптастырасың. Сондықтан жаңа университеттің моделі, соны тағы да бір айтып кететін, бізге университетке студент келіп түскен кезде мен оқытыңдар, мен сіздерге келдім, мен оқытыңдар деген бір қандай оймен немесе сондай бір күтінумен келеді. Ата-аналарды келген кезде мен сіздерге студентті алып келдім, міне сіздің мақсатыңыз оны оқытып шығару. Бұл жерде мысалы батыстық біліммен салыстырғанда ол жерге студент мені оқытыңдар деген запроспен келмейді. Ол өзім оқимын, маған оқуыма, белсенді оқуыма, тиімді оқуыма жағдай жасаңдар деген запроспен келеді. Яғни бізде кішкене студенттердің мені оқытыңдар деген потребительское отношение бар. Және де оқытушыларда, мұғалімдерде өзінің міндетін қандай да бір білімді студентке беру деген сондай бір ой бар. Негізі мен ойымша қазіргі университеттер адамның өзін өзі оқу үшін жағдай жасау керек. Біз сәйкесінше орта қалыптастыруымыз қажет. Мен сіздерге бір қызық жағдай айтайын. Мысалы мен университетте оқыған кезде біз лекцияға келеміз, 50 минут бойы немесе 100 минут бойы профессорды тыңдаймыз. Оның айтқан бәрін жазып аламыз. Қазір Минерва деген мынандай өте креативті сондай бір жаңа буынды университет бар. Сол университеттің басшысымен кездескен болатын осы желтоқсанда өткен конференцияда. Ол Минерва университетіне түсу өте қиын екен. Жалпы ұсыныс білдірген адамдардың тек қана 2% ғана түсе алады екен. Егер де Стэнфордқа 4% түсетін болса, олар тіпті Стэнфордты қиындатып жіберді. Сол Минерва университетінде профессорға бір сабақ үстінде 5 минуттен артық сөйлеуге рұқсат етілмеген. Себебі профессордың міндеті білімді беру емес, студенттердің дискуссияға қатысуы, бір-бірімен тілдесуі, интерактивті сондай бір ортада сол білімді өздері зерттеп алу. Негізгі мақсаты сол. Менің ойымша, болашақ университеттер бар білімді беруші мынандай институттар емес, сол адам университетке келіп түскенде өзі сол білімді тауып, зерттеп біліп, солған жағдайды қалыптастырушы университеттер болу керек. Менің ойымша сондай. Түк бақшыркін. Енді сіз онлайн платформада бұл нәрселерді жасауға мүмкін бе? Тұлға ретінде қалыптастыра аласыздар ма сіздер? Егер университетте бұлай платформа ашып жіберсеңіздер. Қиын болады. Әсел ханым прям бәрін айтып берді. Енді қосатыным жоқ, бірақ айта кетейін, бізде қазір байқасаңыздар, біз өзіміз жұмыста 170-тен астам жұмыс жасайды. Айтқым келгені, көбінде біз жұмысқа алар кезде сенің дипломың бар ма деген сұрақты біз қоймайды екенбіз. Қазіргі заман талабында университеттің дипломы қатты маңызды емес болып бара жатыр. Бұған бірнеше себептер бар. Енді оны екінші мәселе, бізде қазір оқушылар да келіп жұмыс жасағысы келеді. Яғни 9-10 сынып оқушылары мамандармен қазіргі университет бітірген мамандардан қарағанда көбірек ақпаратты біледі. Бізде Назарбаев зияткерлік университетінен, мектебінен бірнеше оқушылар келіп, жазда тәжірибеден өткен. Олардың жасаған жұмыстарыңызға қарайсыз да, мен айтамын, міне,
оқушылар уже университетсіз ақ қазіргі бізге сапалы қызмет жасап жатқан мамандармен бір деңгейде. Бұларға ары қарай нені оқытады университет деген үлкен сұрақ болады да. Сол себепті бізде болашақта бәрібір де университетте оқымай игеруге болатын мамандар университетке барып оқуға міндетті мамандар деп бөлінетін секілді. Оның ауылы алыс емес. Екіншіден, бәрібір де университет, мен өзім университет оқығаннан кейін ең басты нәрсе ол жаңағы коммуникациялар жасау, одан бөлек ортаны дұрыстап қалыптастыру. Студенттік ұйымдар бар, студенттік ұйымдардың мен өзім басшы болдым. Сол басшы бола отырып, сол жерде мен басшы болудың жолын былайша айтқан кезде студенттерді басқара отырып үйрендім. Сол себептен сол жағынан университеттің бәрібір де пайдасы тиеді. Енді қараңыз, сіз мектеппен онлайн платформаның симбиозын жасадыңыз, иә? Мысалы, Дарын онлайн. Енді университеттің де сондай бір IT шешімі бар ма, әлде мүмкін емес сияқты ғой, Әсел ханым? Бар. Негізі жаңа айтып отырмыз ғой, Минера университетінде профессорларға 5 минуттен артық сөйлеу рұқсат етілмейді деп айттым. Енді ол үшін, сондай жағдай қалыптастыру үшін студент алдын ала қандай да бір оқыту материалдарын оқып, меңгеріп, сабаққа дайын болып келу керек. Түнкерілген. Иә, сол үшін онлайн платформалар осы ретте қажет. Ол мынандай flipped classroom деп аталады, перевернутый класс, иә. Яғни алдын ала онлайн платформада барлық курстың материалдары жүктеледі. Студент оны алдын ала өзі оқиды, видеоларды қарайды, жаңағы лекцияларды оқиды, содан кейін сабаққа келген кезде дайын болып келеді. Сол кезде оның оқуы кішкене тиімдірек болады. Ол тек қана профессорды тыңдап қана отырмайды. Ол уже өзіне қажетті сұрақтарды қоя біледі. Және де оның оқуы, яғни сол 50 минутты, лекцияда өткізген 50 минутты тиімдірек өткізеді. Өйткені ол жерде тек қана тыңдап қана қоймай, белсенді қатысушысы болады. Дискуссияға қатыса алады, біреумен мысалы пікірталасқа түсе алады, қандай да бір кейстерді шеше алады. Сондықтан да бұл жерде енді онлайн платформасыз жасай алмайсың ол дүниені. Енді осы айтылған сөзден бір ой түйдім. Американдық ересектерге, жасөспірімдерге білім беру психологиясының маманы Дэвид Колб деген бар. Сіз білесіз, сіз жақсы білесіз. Ол кісінің Колба циклы бар. Колба циклына келетін болсақ, жас буын университетте білім алмас бұрын 4 кезеңнен өту керек дейді. Бірінші кезең concrete experience дейді. Мысалы, железнобетонный опыт. Мысалы, жеке дара нақты тәжірибе болу керек. Мысалы, мен бір нәрсені оқығым келсе, сол саладағы бір жұмыс орнына барып, тәжірибе жинақтауым керек дейді. Бірінші кезең concrete experience. Екінші кезең ол observation and reflection. Ол бақылау, рефлексия және талдау жасау. Мен сол жерде тәжірибе өтіп жатырмын. Сол жерде бақыладым, көрдім, бір белгілі бір ой түйіп жатырмын. Үшінші кезең forming abstract concepts. Ол бағанағы абстрактілі концепцияның модельді құру. Ол дегеніміз бағанағы тәжірибесінен, жасаған талдауынан өмір туралы белгілі бір миында құрылым пайда болады. Мысалы, қоршаған орта туралы, как устроен мир деген сияқты. Одан кейінгісі testing in new situations деп аталады. Мысалы, іс әрекетке көшу. Енді біздің университетке келетін болсақ, мектепті бітіре салып, бала ешқандай тәжірибеге бармайды, ешқандай өмірлік түйін алмайды, бірден университетке түседі. Сөйтеді де университетте өзінің алтын уақытын, ең бірінші байлығы алтын уақытын кетіреді, сосын мемлекеттің қаражатын рәсуа қылады. Сосын барып өз мамандығынан тыс басқа мамандықта қызмет етеді. Енді бізде сәл ауысып кеткен сияқты. Енді осыны біз бағанағы мектеп Дарын онлайн арқылы немесе университетпен бір өзара бір бірігу келісім шарттар арқылы шешуге бола ма? Алдымен мектептен кейін бірден университетке түспей, сондай бір дұрыс шешім қабылдауға. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жаңа Асқар мырза жалпы мектепте профориентациялық жұмыс тиісті деңгейде жүргізілмейді деген бір мәселені көтерді. Мен толықтай келісемін, өйткені бізде студенттер өзінің қандай да бір мамандықты таңдап түсіп жатады, содан кейін бір жылдан кейін басқа мамандыққа ауысып жататын кездер болады. Негізі ол бірінші мәселе, өйткені мектепте оны қандай да бір болашақ қандай мамандыққа баруына болатыны жайлы ешқандай жұмыс жүргізілмейді. Көбінесе ата-ананың айтқанымен немесе мынандай мамандықтар қандай да бір сәнге айналатын мамандықтар бар ғой, соған
жүріп жатады. Менің ойымша жалпы бізде мектеп пен университет араларында сондай бір алшақтық бар. Бізде мысалы мектепте университетке түсуге дайындамайды, университетке түскен кезде бізде көбінесе мектеп оқушылары дайындықсыз келіп жатады. Біз негізі индустрияға, жаңа сіз айттыңыз ғой, қандай да бір ең бірінші тәжірибе алу керек деген. Сондықтан бізде мынандай индустрияға жақын болу үшін біз кампус в индустрии деген бір жаңа модельді қазір жүргізіп жатырмыз. Егер де естіген болсаңыз, біз осыдан 1 жыл бұрын, 1,5 жыл бұрын біздің университетте медиа және кино мектебін аштық, факультеті. Яғни ол digital filmmaking, new media және пиар мамандарын дайындайтын сондай бір факультет. Бұл факультет біздің негізгі кампуста орналасқан емес, Қазақфильмде орналасқан. Яғни студенттер бірінші күннен бастап университетке келмейді, Қазақфильмде оқиды. Яғни бұл өзінің жұмыс істейтін болашақта индустриясында бірінші күннен бастап сол индустрияға барады. Оларға сабақ беретін, бірінші күннен бастап сабақ беретін жаңағы практик мамандар, режиссерлар, актерлар, операторлар, яғни сол кино саласының мамандары. Яғни олар өзінің тәжірибесімен ғана бөлісіп қана қоймай, оларға өзекті, жаңа айттыңыз ғой, актуалды білім, соны береді. Ал студент бірінші күннен бастап ертең болашақта жұмыс істейтін ортада өседі. Яғни ол бүкіл біздің мысалы сол бірінші курстың студенттері бүкіл жаңадан шыққан Қазақфильмнің шығаратын киноларының предпоказдарына барады. Бізден бұрын көреді, жалпы бәрінен қарапайым халықтан бұрын көреді. Өйткені режиссермен бірге кездесе отырып, сол предпоказдарға қатысады. Жаңағы фильмнің ашылу салтанатын ұйымдастыруға волонтер болып қатысады. Площадкаларда режиссердің көмекшісі, оператордың көмекшісі сияқты қызметкерлерді атқарады. Бірінші күннен бастап, бірінші семестрден бастап. Яғни жалпы оның негізгі мақсаты студентті бірінші күннен бастап өзінің индустриясына, ортасына жіберу. Және де егер де өзінің мамандығын сәйкес таңдамаған студент болса, ол бірінші күннен бастап оған қажет па, болашақта ары қарай жалғастыру қажет па, бұл мамандық бойынша оқуды, жоқ ауысу керек па, соны түсінеді. Ол үшін 2 жыл, 3 жыл университетте, мысалы мен өзім жеке басыма келсек, мен бірінші бакалавриат мамандығын дұрыс таңдаған жоқпын. Мен ол кезде мемлекеттік гранттың иегері болдым да, сол грантпен оқи берейін деген. Яғни сіз айтқандай 4 жыл уақытымды босқа кетірдім. Сол үшін, ал қазір бізде университетте мысалы 4 жыл оқымайды бакалавриатты, 3 жыл оқиды. Яғни едәуір қысқарттық, өйткені қазір 4 жыл оқудың қажеттілігі де жоқ. Оқу мерзімін қысқарта отырып, бірінші күннен бастап оны өзінің индустриясында оқытып жатырмыз. Сондықтан менің пікірімше индустрияға кішкене жақын болу үшін әртүрлі сондай модельдерді эксперимент ретінде қазір қолданып жатырмыз. Мысалы экономисттер өндіріске барса, қаржы мамандары биржаларға барса деген ғой. Сіз тек кинода солай қызып жүрсіз? Жоқ. Мысалы қонақжайлық туризм мектебінің біздің студенттері, олар бүкіл мына кәсіби пәндерін қонақ үйлерде немесе мейрамханаларда өтеді. Бүкіл кәсіби пәндердің тең жартысы біздің университетте өтпейді. Біз оларды кампусты көрмейміз, сол студенттерді, өйткені ол Риксосте өтіп жатады. Яғни біздің өзіміздің келісім шарттарымыз бар. Олар бірақ енді бірінші курстан емес, екінші курстан бастап сол жақта оқитын болады. IT мамандарын дайындаған кезде оларда бірінші күннен бастап IT стартап деген пән жүргізіледі. Яғни олар әлі кодинг өткен жоқ, бірақ бірінші күннен бастап оларға IT стартап бойынша менторлар тағайындалады. Ол менторлар индустриядан келген кәдімгідей мамандар, өте жоғары білімді мамандар десек. Олар студенттер топ-топқа бөлінеді де, бірінші күннен бастап олардың біздің негізгі қойып отырған талабымыз, олар 6 семестр оқиды, 3 жыл. Әр 6 семестрдің ішінде 6 түрлі стартапты бастап үйрену қажет. Енді сізде тәжірибе мен білім қатар жүр, енді параллель жүр. Бірақ енді колба циклі бойынша ол тәжірибе бірінші жүру керек қой. Енді ол туралы былай. Енді бұл жерде біздің индустрия соған дайын ба, дайын емес па, ол да бір мәселе. Өйткені бізде, мысалы, мен өзім кезінде банктен тәжірибе өттім, магистратурада оқып жүрген кезімде. Сол кезде мен ана жақта
ксерокопия жасадым, архивте жұмыс істедім. Өйткені мені нақты жұмысқа ешкім жақындатқысы келген жоқ. Өйткені олар айтатын, бізге мыңдап студенттер келеді, оның бәрін біз қазір нақты үйрете алмаймыз, біз оларға уақытымызды жұмсай алмаймыз дейді. Негізі оған біздің компаниялар, индустрия дайын ба, дайын емес па, ол тағы да бір мәселе. Өйткені тіпті бізде банктер бізге 100 студентті жібермеңіздер, бізге 5 студент, бізді оларды отырғызатын жерде жоқ дегендей сондай өздерінің шағымдарын білдіріп жатады. Жалпы біз сол үшін индустриямен тығыз қарым-қатынастамыз. Егер де студентті ол жерге жіберу мүмкін болмаса, ол маманды біз университетке алып келетін сондай тәжірибелеріміз бар. Сондықтан да ол бүкіл салада міндетті емес. Мысалы, айтишникті IT компаниясына жіберу қажет емес, өйткені ол үйінде отырып ақ істей алады ол жұмысты, мәселен. Сондықтан да ол қай салада аса қажетті, сол жаққа біз жібереміз. Ал қай салада біз керісінше маманды университетке алып келіп оқытатын жағдай болса, онда солай істейміз. Әртүрлі, яғни бұл жерде бір әмбебап модель бар деп айтуға келмейді. Әртүрлі модельдерді қолданып көріп жатырмыз. Сондықтан да енді қазір бізде бір жақсы академиялық бостандық бар. Бір жақсы. Өйткені университет шешеді оның өзін қандай оқыту моделін қолданатын жөнінде. Бұрынғыдай біз министрлік тек былай оқыт, былай оқытпа деген ережелер, қатаң ережелер жоқ. Бір жақсы. Сондықтан да қазір барлығы біздің өзіміздің қолымызда. Модельдердің әртүрлісін қалай айтсақ эксперимент ретінде көреміз. Қайсы тиімдірек жұмыс жасайтын, соны таңдаймыз. Керемет. Асқар мырза. Жаңа онлайн мен сіз айттыңыз ғой, университет пен мектепті қалай байланыстыра аламыз деп. Арасында звено жетіспей жатыр ғой. Оның бұрында жақсы болған, қазір бізде бір маманның, біздегі өзім жұмыс орныма байланысты айтамын да, бізде бір маманның өзі белгілі бір уақыттан келгеннен кейін ол қазір тез өзгеріп жатыр. Бір мамандықты біз отырыс қойып, сен мені осыны жасауың керексің деп, ол бір жылдан кейін ол уже жасау керек емес болып қалады. Себебі бұрында мысалы 4 жылдың ішінде бір нәрсені жасап үйреніп, оны ары қарай тұрақты түрде біраз уақыт жасауға болатын. Қазір ондай заман өтіп жатыр. Бір жақсы жақында ғана жаңалық шықты, чат GPT деген, естіулеріңіз бар ма? Бәрімізді шулатты ғой. Шулатты. Соответственно, егер де ол осы 5 жыл бойы жаңағы искусственный интеллект өзін белгілі бір деңгейде дамытатын болса, онда біздің жалпы целый индустрия, білім беру барлығы өзгеріп кетеді. Ол жерде егер ол жақсы дамып кететін болса, бізге IT мамандары қажет болмай қалады. Оның барлығы үлкен ертең жұмыссыздыққа, барлығын өзгерісіне түбегейлі әкеледі. Енді бұл жерде айтқым келетіні, бастысы қазір бізге университет пен онлайнды осы тезірек байланыстыру керек. Қазір Қазақстанға Coursera кіріп жатыр. Яғни Coursera-да сен белгілі бір мамандықты 1 жыл немесе 6 ай оқып шығасың да, өзің мамандығың бойынша тез жұмыс жасай беруіңе болады. Сол бағыттағы бізге де қазақша, орысша университет пен онлайнға тезірек өткізу керек. Пока біз оны өзіміз өткізіп бітеміз дегенше, ол да кеш болып кетуі мүмкін да. Сондықтан қазірден бастап соны қолға алу керек. Қазір менен Қазақстанда барлық вуз демеймін, бірақ кейбір вуздар өтуге тырысып жатыр. Бірақ көп бөлігі әлі сол бұрынғы силабус, барлығы сол 4 жыл практиканың өндірістікті міндет деп қояды, сол деңгейде әлі келе жатыр. Ал тәжірибемен онлайнды біріктіру, ол енді қараңыз, бағанағы айтқандай, белгілі бір профессияны үйренуге 3 ай, 6 ай уақыт жұмсайтын болсаң, онда сен тезірек тәжірибеге кетесің да. Асықпай емес, өзіңді бірден сынап, егер саған ұнаса, одан да ары қарай сол мамандық бойынша жұмыс жасай беруіңе болады. Жақсы, рахмет. Енді сіздер айтып жатсыздар ғой, IT шешім қабылдауымыз керек университетке деп. Енді сіздің ойыңызға қарама-қайсы бір айтып көрейін, рұқсат берсеңіз. Физика, математика ғылымдарының кандидаты, доцент бол керек, Виталий Ефимов деген кісі бар. Ол кісінің еңбегі бар. Жаңа ғасырдағы жаңа университеттердің трансформациясы деп аталады. Енді сол трансформация еңбегіне келетін болсақ, ол кісі айтады, университетті 4-ке бөледі. Университет кешегі, университет бүгінгі,
университет ертеңгі, университет арғы күнгі дейді. Енді бүгінгі университет дегеніміз ол индустриалды фазадағы мемлекет жағдайымызға сай университеттер. Олар өндіріске мамандарды даярлайды, инженерлерді, тағысын тағы. Оның негізгі миссиясы өндірісті дамыту. Ертеңгі университет дегеніміз ол пост индустриалды фазадағы университеттер. Ол жерде немесе IT шешім табасың, немесе университет нарығынан кетесің дейді. Ал арғы күнгі университеттер енді ол когнитивті қоғамның өнімі. Ол жерде бағанағы сетевой, коллективный интеллект, там гибридная машина, человеко-машинный интеллект сондай кетеді. Енді сәл алыстау бізден. Енді өмірді саты сияқты ғой. Мысалы, әрбір кезеңдегі университет бір сатыдан бір саты, ертең мысалы бүгінгі университет ертеңгі университетке көшуіміз үшін бүгінгі университет өзінің миссиясын орындау қажет дейді. Енді біз индустриалды фазадағы университеттер өндірісті дамыту қажет болған миссиясы бойынша. Бірақ енді біз білеміз ғой, бізде өндіріске қарағанда алыпсатарлық көп. Енді бұл университет өзінің миссиясын Қазақстан бойынша орындалмай жатып, біз ертеңгі университетке көшкеніміз ол былай дұрыс емес болып қалмай ма деген қауіп қой енді. Мен осы жерде өзім бір нәрсені айтайын. Мен еврейлердің бір күшті методикасы бар. Олар қазіргі сен болған туындап тұрған мәселе емес, одан кейінгі мәселені шешуге жұмыс жасайды. Яғни одан кейінгі мәселені шешіп бітетін болсаң, онда сенің оның алдындағы мәселең өзі автоматом шешім табылып кетеді. Сол себепті біз егер де қазіргі мәселені шешіп жатқан кезде уже әлемнің барлығы біздің келесі одан кейінгі мәселелерді шешіп жатқан кезде біз тағы осы деңгейде қалып қоямыз. Сол себепті осы подходты біз қолдансақ, біз әлеммен теңесуге мүмкіншілігіміз болады. Соны айтқым келген. Енді біз бір сатыны аттап өтейін деп жатырмыз ғой, баспай, түсінесіз бе? Одан ешқандай қорқыныш жоқ негізі. Аттап өтіп кетсек қорықпауымыз қажет, өйткені Асқар мырзаның осы оймен толықтай келісемін. Бізге қазір өндірісті қалыптастыру, енді экономикамызды әртараптандыру сияқты сондай мәселелер қойылып жатыр ғой, иә. Шикізат өндірісінен кетуіміз қажет, өзімізде өндірісті қалыптастыруымыз керек деген өте барлығы дұрыс. Бірақ менің ойымша, мысалы біз университетке келіп түскен студенттерімізге болашақта сіз жұмыс іздеп жүрмеуіңіз қажет. Сіз жаңа жұмыс орындарын қалыптастыруды мақсат етуіңіз қажет деген сондай талап қоямыз. Сіздер ертең еңбек нарығына барып, маған жұмыс тауып беріңдер деген сұраныспен бармау керексіздер. Сіздер жаңа жұмыс орнын қалыптастыру керексіздер деген сондай біз мақсат қоямыз. Сіздер ертең мынандай, жаңа мен айтып отырмын ғой, иждивенческий, жаңағы потребительский ондай адамды қалыптастырмаймыз. Бізге өйткені жаңа қоғамды қалыптастыру үшін ертең жұмыс іздеп, мысалы бер деп отыратын адам емес, өзі сол жұмыс орындарын қалыптастыратын. Біз сол үшін өзімізді кәсіпкерлік университет деп не үшін біз сондай бір мақсат қойдық. Біз жаңа жұмыс орындарын қалыптастыратын, жаңа өндіріс орындарын қалыптастыратын сондай адамдарды даярлауды мақсат қойып отырмыз. Сондықтан да бұл ретте біз бір мәселені шешпей, басқа мәселені шешіп жатырмыз дегеннен қорықпау керек. Бана университеттің миссиясы бойынша айтады ғой, воспроизводство управленческих элит дейді. Мысалы, басқару элитасын даярлау деп келеді. Сонда сіз айтып отқан бағанағы азаматтар, жұмыс орнын жасайтын азаматтар элита болып санала ма? Негізі ол өте жақсы миссия. Кеше біз сол туралы талқылауға түстік. Жалпы университеттер кімді қалыптастыру керек? Шынымен де элитаны қалыптастырады. Ол элита кім? Ол қандай? Өйткені оның да қандай да бір анықтап алуымыз қажет қой. Қазіргі мысалы Қазақстанның элитасы кімдер олар деп. Бұл ретте мынандай мәселе туындайды. Мен енді көп мынандай жаңа университеттердің моделі туралы сондай кітаптарды оқыған кезде университет тек қана оқыту институты немесе білім беру мекемесі ретінде қалыптасады. Ал бұл ретте мәдениет деген үлкен бір мәселе жатыр. Жалпы мәдениетті адамды мәдениетке кім оқытады? Мәдениетті кім қалыптастырады? Мектеп қалыптастыра ма, жоқ университет қалыптастыра ма? Менің ойымша бұл ретте білімнен гөрі кішкене құндырақ бұл мәдениет. Мен енді қазір бір қандай да бір сын айтқым келіп отыр. Бізде білімді адамдар көп, бірақ мәдениетті адамдар аз. Мен үшін мәдениетті адам деген кім? Сондай да бір жақсы жоғары құндылықтар бар. Мысалы көшеде қоқыс тастамайтын, көшеде түкірмейтін, өзінің мәдениетті ұстана білетін адамдар
ондай дағдыларға, ондай қасиеттерге кім баулиды? Менің пікірімше ол біріншіден отбасы. Иә, өйткені ол отбасында құндылықтар, негізгі құндылықтар қалыптаспаса, ертең университетке келген адамды айтады ғой, не перевоспитаешь, 3 жылда оны мәдениетті етіп шығару, немесе қандай да бір оған құндылықтар қалыптастыру өте қиын болады, бірақ та қиын. Егер де отбасында, егер де ондай бір жұмыс жүргізілмеген болса. Сондықтан университеттің тағы да бір функциясы, менің ойымша, тек қана білім беріп қана қоймай, мәдениетке баулу. Ал мәдениетке біз қандай да бір пәндерді оқыту арқылы баулай алмаймыз. Біз өзіміздің қандай да бір мысал көрсете отырып қана мәдениетке баулай аламыз. Егер де біздің мысалы университеттің парталарында тек қана жазу болса, мысалы, иә, қоқыс, әр жерде бір қоқыс жатса, онда біз қалай студентке мәдениетті бол деп айтамыз. Сондықтан өзімізден бастауымыз қажет. Менің ойымша, мәдениет жоқ жерде білімнің мысалы қажеттілігі де төмен. Мен өткенде бір Ермек Тұрсынов мырзаның бір интервьюсын тыңдадым. Ол осылай деп айтты. Мәдениеті төмен, бірақ білімі жоғары адам қоғамға қауіпті. Өйткені ол ертең мысалы құндылығы жоқ болса, мәдениеті жоқ болса, оның білімінен қоғамға әкелер пайдасынан гөрі тигізер зияны көп деген сондай бір пікір айтты. Мен ол пікірмен толықтай келісем. Сондықтан да менің ойымша, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, элитаны қалыптастыру үшін тек қана жоғары білім жеткіліксіз. Оған өте жоғары құндылықтар қалыптастыру керек, және мәдениет, культура қалыптастыру керек. Сол үшін элитаны қалыптастыратын университеттер сондай бір үлкен миссияны орындау керек. Тек қана кәсіби білім ғана беріп қоймай, жалпы мәдениетті қалыптастыру жөнінде. Сол бір үлкен, мені қазіргі кезде алаңдатып отырған осы мәселелердің бірі сол. Өйткені мен шетелде біраз тәжірибеден өттім. Осыдан 2 жыл бұрын болашақ бағдарламасы бойынша. Өкінішке орай, ол қоғамның даму мәдениеті мен біздің қоғамның даму мәдениетінде үлкен айырмашылық бар екенін көрдім. Өкінішке орай. Сондықтан да менің ойымша, қазір біз білімнен гөрі мәдениетті кішкене алдыңғы қатарға қойып, мектептерде болсын, университеттерде болсын, біліммен қоса мәдениетке баулу, мәдениетті қалыптастыру сияқты сондай бір функцияларды миссияны қоюымыз қажет. Асқар мырза, қалжыңдап айтатымыз ғой, рухани жаңғыру дегенге үлкен плакаттар ілгенше Қазақстанды бір аптадан шетелге самолетқа билет алып бере беру керек деп ше. Бір аптаға барып келіп, сол жақтан рухани жаңғырып келе береді деп. Енді Парех Ханна деген ағылшындық зерттеуші бар. Сол кісі айтады, қазіргі әлемдегі халықтың 40%-ны жасы 24-ке дейін дейді. Яғни ол неге алып келеді? Қазіргі жастардың тез дамып, олардың басқаша ойлап, басқаша зерттейтіні болашақта қазіргі болып жатқан индустрияның барының өзгерісіне алып келеді. Оны мен жаңа да айтып жатырмын. Екінші жағынан бізде керісінше үлкен кісілер де көбейіп жатыр. 60-тан асқан адамдардың саны да алдағы жылда оларда Гарвард бизнес сервиуде айтады, олардың саны да өте көп болады деп. Енді қараңыз, жаңа туылғанмен үлкен кісілер көп болатын болса, арада қазір осындай бір не бар дейді да, басқарушылардың жетіспеушілігі. Мысалы, сіз өзіңіз бағана айтып келдіңіз, шетелге барып жұмыс жасап келемін дедіңіз. Сіз қай жақта жұмыс жасадыңыз? Мен қазір Душанбеде жүрмін. Душанбеде. Мысалы, бізде менің өзім көп достарым бар. Жан жақта шетелге барып, ол жақта басқарушы жұмыстарын жасайды. Барады, сол жақта управленец болады да, қайтып келеді. Ол бізден Қазақстанда көбірек сондай управленецтердің шығуына ыңғайлы орта жасалған ба деп ойлаймын да, өйткені тез-тез сыласың да, шетелге барып, мысалы, управленец болып келесің. Оның бір жақсысы, бізден қазір сол моментті пайдалануымыз керек та, біз қазіргі өзіміздің жастарымызға, болашақ балаларымызға барынша сол болашақты басқаратын, жаңа сіз айттыңыз ғой, өзі жұмыс орнын құра алатын адамдарды көбірек тәрбиелеуіміз керек. Оның себебі бастысы жаңағы зерттеуге негіз болайын. Бізде қазір университетте оқып жатқан адамдардың саны өте көп. Мысалы, жыл сайын бізде 170 мыңдай адам бітіретін болса, гранттардың саны да жыл сайын артып жатыр. Ол мамандық, олардың барлығын қаяққа жібереміз? Сондықтан осы жерде бір андай парадокс пайда болады да, сол себепті бізге көбірек жаңа онлайнмен біріктіріп, управленецтерді, сондай басшы болатын адамдарды көбірек тәрбиелеу керек. Сол кезде біз еврейлерді жақсы көремін.
екі ход алдыда жүреміз, сол кезде ғана бізде біліммен біз келесі деңгейге өте аламыз. Айтқым келгені, кейде мемлекеттік кедейліктен құтқаратын жалғыз жол бар, ол білімді дамыту болды. Сондықтан білімді ұрпақты қалыптастыру ғана біз осы өзіміздің жоғарғы кісілеріміз айтады ғой, топ 30-ға кірейік, топ 10-да болайық деген, сол мақсатқа солай ғана жете аламыз. Сіз енді бір керемет ой айттыңыз, бағана бір үлгі болатын адамдар болу керек, бағана менторлар бар дедіңіз. Енді былай әртүрлі мамандар туралы мотивациялық бір кинолар бар ма? Біз енді былай өзім көп көрмедім, бірақ әр мамандыққа арнайлап бір кино түсірілсе, мотивациялық бір сонда бір өзі тұлғасы болса, тұлғасының бір өзінің құндылықтары болса, кино барысында сюжет бойынша. Сондай сіздерде ойларыңыз жоқ па? Сондай қолға алу, университет деңгейінде документальды фильм ба? Қалай? Сізде жоқ па ондай? Керемет. Мысалы, болады ғой, бағанағы Дарын онлайнның 12-ші классы ма, 12-ші сынып ма, әлде 11-ші сыныбында ма, сондай әр мамандыққа бір документальды фильм түсіріп. Бізде Дарын онлайнда мынандай бір жақсы нәрсе жасағанбыз. Мен бағана сөзім басында айттым ғой, егемен Қазақстаннан біз мамандықтарды іздеп отыратынбыз деп. Біз қазір Дарын онлайнға сол Қазақстандағы барлық оқытатын мамандықтардың тізімін жасап қойдық. Сол жерден өзің көре аласың. Әр мамандықтың шектік балы қанша, оның орташа жалақысы қанша, жалпы Қазақстанда ол сұранысқа бар ма, жоқ па, сол жайлы ақпарат беріледі. Одан кейінгі этапта оның ішіне кірсе, сол мамандық бойынша жұмыс жасап жатқан адамның бір 3 минуттық видеосы шығады. Ол жерде ол айтады, мен қазір осындай жерде жұмыс жасап жатырмын, бұл мамандық ол мынандай, қазіргі жалақым осындай, болашақта осындай Қазақстаннан бөлек әлемдік компаниялар осындай мамандарды іздейді деген. Біз сол 100-ден артық мамандыққа сондай видеолар жасап шықтық. Әзір бірақ сіздің ойыңыз жақсы, кино түсіру, оған да енді бұйыртса шама болса оны да жасаймыз. Бірақ осы арқылы біз қазір хотя бы балаларды осындай мамандықтар бар, соларды солай көрсетіп үйретуге алып келіп жатырмыз. Логистиканы өзін мен айтқам, мысалы, логистика дегенде балалар көбі түсіне бермейді. Мысалы, ол жерде логистиканың түрі көп қой. Мына Алматы қаласынан Талдықорғанға дейін автобустың дұрыс жетуінің өзі де логистикаға саналады. Соның барлығын оқушыларға біз жаңа видеороликта толық ашып көрсеткен болатынбыз. Енді бұйыртса видеоны емес, киноны да түсіреміз бұйыртса. Әмин. Біз университеттер өзі негізі жылына бірнеше сондай шара өткіземіз. Конференция түрінде де ата-аналарды, оқушылар, мектеп оқушыларын шақырып, оларға кездесулер өткіземіз. Яғни нақты сол маманның иесі, көбінесе біздің университеттің түлектері сол мамандық туралы конференцияда қысқаша айтып береді. Сондай моя профессия деген конференция өткізген сондай тәжірибеміз бар. Біз Инстаграмда әрбір мамандық бойынша қысқаша видеороликтер түсіріп жүктейміз. Өйткені біздің Инстаграмда мектеп оқушылары өте көп, солар таңдайды. Бұл ретте өткенде мен осыдан 2 жыл бұрын бір телеарналардың біріне сұхбат берген болатын. Жалпы сұхбаттың негізгі сұрағы болашақ мамандықтар қандай, және мектеп түлектеріне мамандықтарын дұрыс таңдау бойынша қандай кеңес бере аласыз деген сондай маған сұрақ қойды. Менің ойымша ең біріншіден қандай мамандықтар болашақта сұранысқа ие болады туралы сондай аналитикалық есептерді оқыған дұрыс. Өйткені олар қазір интернетте көп жарияланып жатыр. Жаңа Future of Jobs деген оқысаңыздар, образование для сложного общества деген бір біз есепті жақсы зерттедік. Сол жақта да жақсы болашақта қандай дағдылар қажет, жалпы болашақ мамандарын қалай даярлау керек деген біз өзіміздің университетте күнде сондайларды есеп аналитикалық жаңағы отчеттарды оқып жатамыз. Және сол кезде мен сондай бір кеңес бердім. Болашақта қандай мамандар қажет болатын, сол туралы көбірек танысқан жөн. Ол қазір интернетте де, жалпы телеарналардан да әртүрлі сондай репортаж көрсетіп жатады. Бірақ бұл жердегі ең негізгісі менің ойымша адам деген ең біріншіден өзінің қасиеттері, қандай қасиеттері жақсы дамыған, соған назар аудару керек. Мысалы, болашақта айтишниктер керек деп айтиға бару емес, жалпы мен қандай қабілеттерім жақсы дамыған, мен өзімнің жақсы қабілеттерім қандай мамандыққа сәйкес келеді, соны зерттеу керек. Қазір оны зерттейтін арнайы тесттер де бар.
иә, әртүрлі психологиялық тесттерден өту арқылы қандай сіздің қабілеттеріңіз жақсы дамыған, соны анықтауға болады. Арнайы профориентатор коучтер де бар. Яғни олар сіздің жаңағы тест нәтижелеріңізге қарайды да, сіздің мына коммуникативтік қасиетіңіз жақсы дамыған екен, сіз мысалы HR менеджері бола аласыз. Өйткені ол тікелей адамдармен жұмыс істеуге бағытталған мамандықтардың бірі. Сіздің қолыңыздан жақсы келеді. Немесе сіздің аналитикалық дағдыларыңыз жақсы дамыған екен, математика, физикаға жақсы екенсіз, сізге инженер немесе IT мамандығын таңдауға болады деген сондай. Менің ойымша, біз негізі мектепте оқыған кезімізде біздің жақсы жақтарымызды емес, көбінесе нашар дамыған жақтарымызды зерттеген. Иә, мысалы, егер де ұялшақ бір бала болса, оны актерлік курстарға жібереді. Иә, немесе бізде сондай болды, керісінше подход, иә, қандай қасиеттерін нашар дамыған, соны дамытуға тырысып жатады. Мен бұндай негізі әдіске қарсымын. Менің ойымша, адам ең бірінші өзінің жақсы дамыған қасиеттерін одан әрі дамытса, және оны қолдана білсе, әлдеқайда жетістікке көп жетеді. Өйткені біз өзіміздің нашар дамыған қасиеттерімізді дамытамыз деп уақытымызды жоғалтып жатырмыз. Ол негізі біз еш уақытта ол бойынша лидер бола алмаймыз. Сондықтан ата-аналар балалармен жұмыс істеген кезде қандай қабілеттері жақсы дамыған, соған баса назар аудару керек, және бұл қабілеттер қай мамандыққа сәйкес келеді. Соны анықтап алса, сол арқылы шешім қабылдап жатса, онда еш уақытта қателеспейді деген сондай менің ойым бар. Сол бағанағы профориентологқа сізге дейін бару керек қой. Ол сіздерде бар ма онлайн тест профориентологтың? Бізде иә бар, Дарын онлайнда профориентолог тесті. Оны біз оқушыларға өз еріктеріне тегін жасап қойғанбыз. Олар өздерінің рөлдерін анықтайды. 8 рөл бар негізі, жалпы сол рөлдің қайсысына келеді, соған байланысты олар мамандығын анықтауына болады. Бірақ та бізде зерттеуіміз бойынша көп оқушылардан, бізде Қазақстан бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық курстарымыз бар. Сол жерде зерттеген кезде көп оқушылар мамандықты өздері емес, олардың ата-аналары немесе медиада жүрген блогерлер деп айтамыз ғой, соларға көбірек еліктеп, солардың айтқандарын көбірек өздерінің айтқанына қарағанда тыңдайды. Сол себепті бұған біз массаға кіру үшін әлі үлкен бізде жұмыстар жасалу керек. Бірақ та біз өзіміздің сол оқып жатқан оқушыларымыздың өзіне тура бағдар бере алсақ, басқалар да бірте-бірте сол бағытқа бұрылады деген ойдамыз. Сол профориентация ол өте маңызды. Галлап тесті бар ғой, өзімізде жақында өткенбіз Галлап тестін. Ол жерде өте көп нәрселер анықтап береді екен да. Бірақ Галлап тестінен бөлек өте негізі тегін тесттер де көп. Ол тегін тесттердің барлығын оқушы тапсырып өзі шатасып кетеді. Не болып кетті, мен қай жағына қайсына сенем деп. Сол себепті бізде қазір сол жүйеленген тестті әлі жасау үстіндеміз. Өйткені тестті тапсыру кезінде профориентациялық ол баланың сол кездегі күйі де қатты әсер етеді екен. Ол мысалы әке-шешесі таңертең оған кішкене қатты сөз айтса, одан кейін барып тапсырған тесттің нәтижесі кішкене корреляциялау. Өйткені сол себепті бізге негізі 5-ші сыныптан бастап тапсырту керек та профориентацияны. 5-те, 6-да, 7-де, 11-ге дейін тапсырып, сол 6 жылдың ішінде жиналған нәтижелердің барысында оған 11-ші сыныпта міне сен негізі маған точно келесің деп потом барып бірақ беру керек. Бізде қазір кішігене тек қана біз сол 11-ші сыныпқа келген кезде ғана бас ауыртып жатырмыз осы болашақ мамандық жайлы. Постепенно соған түсеміз. Жақсы. Рахмет. Бағана сіздің айтып отқаныңыз ата бабамыз егер бала жуас болса, биязы болса, жылқы баққызған дейді ғой енді. Ал егер мінезі ашушаң, былай жуас емес болса, бұзықтау болса, қой баққызған деген сияқты ғой енді. Енді келесі сұрақ көбінесе как ұсыныс ретінде қарастырсаңыз да болады. Мысалы, сіздің осы подкаст студияға келуіңіздегі ең бірінші миссияңыз қазір сұрақта болады. Айтып өтейін. 2020 жылы американдық Техас университетінің оқытушысы Остин Адам Клулоу деген. Сол кісі 4 студентке ерекше тапсырма береді. Тапсырмасы бағанағы Жапон халқындағы самурай эпохасының аяқталуына орай компьютерлік ойын жасап шығару. Енді осы тапсырманың нәтижесі
болашақтағы білім беру жүйесін өзгертуі мүмкін деп болжанады әлем бойынша. Неліктен бағанағы 4 студент компьютерлік ойын жасаймыз деп бүкіл Жапон тарихын зерттейді, терең зерттейді, меңгереді. 13 персонажды алып шығады. 13 персонаж ол нақты тарихта болған самурайлар. Сөйтеді де, енді олар компьютерлік ойын жасай алмайды, бірақ квест новелла жасайды. Сөйтеді де, бағанағы ойында болып жатқан әрбір картина, әрбір болып жатқан оқиға, ол нақты фактілерге, нақты болған нәрселерге негізделеді. Сөйтіп, осы тәжірибе арқасында жапондықтар да, кейбір американдықтар да сол тақырыпты жіті меңгереді. Себебі қызық, ойын ғой. Енді бізде осы нәрсені жасауға болады ма? Мысалы, MBA оқыған кезде бізге тапсырма берді. Немесе диссертация жазасың, немесе бизнес проект жазасың деді. Біз таңдадық. Сол сияқты немесе диссертация жазасың, немесе бизнес проект жазасың, немесе компьютерлік ойын жазасың деп тапсырма берсе. Мысалы, мен экономика маманымын, немесе мен биология маманымын, мен IT-да оқитын бір студентпен бірігіп, ол кісі бағанағы ойының жасалу кодтарына жауап береді, ал мен бағана мазмұнына жауап берем деп сөйтіп біріктірсек, мүмкін бе, мүмкін емес пе? Ол біздің университетте жүзеге асырылып жатыр. Негізі сіз кішкене ертерек бітіріп кеттіңіз, Мұқағали. Біздің университеттің түлегі ғой. Қазір біз дипломдық жобадан толықтай бас тарттық, дипломдық жұмыстан дипломдық жобаға көштік. Бұл ретте дипломдық жоба нақты бір мамандығы ғана бойынша болу міндетті емес, ол пәнаралық болу мүмкін. Яғни біз студенттерге міндетті түрде ол топпен жүзеге асырылады. Бір адам дипломдық жоба жазбайды, кем дегенде 2, көп дегенде 4 адаммен бірігіп топ болып. Яғни бұл жерде топта жұмыс істеу қабілеті де кішкене дамыту мақсаты тұр. Студенттер бір мамандықтың ішінде емес, бірнеше мамандықпен бірлесе отырып бір жобаны даярлауға мүмкіндіктері бар. Бізде ондай кейстер көп. Өйткені жаңа IT маманы маркетологтармен бірігіп, маркетологтар пиарщиктермен бірігіп бір жобалар қорғап жататын кездер бар. Ол бір. Екінші түрі, бізге нақты бір жоба дайындауға тапсырыс беретін компаниялар бар. Мәселен, біз қазір студенттердің бір тобы Air Астана компаниясының тапсырысы бойынша бір жобаны әзірлеп жатыр. Олар ең алдымен бұл жобаны әзірлеген кезде Air Астана компаниясының алдында қорғайды ол жобаны, артынан келіп, оны біздің университетте комиссия алдында қорғайды. Яғни олардың ең негізгі университет бітіргендегі соңғы жұмысы осы дипломдық жоба. Бұл ретте тапсырыс арқылы орындалатын жобалардың қалай айтсақ тиімділігі өте жоғары. Өйткені бұл ретінде нақты компанияның тапсырысы бойынша олардың нақты бір мәселесін шешуге бағытталған жоба әзірлейді. Мәселен, біздің жаңағы Air Астана компаниясының тапсырысы бойынша әзірленіп жатқан студенттер, олар маркетологтар. Air Астананың жаңа нелер бар ғой, самолетке кірген кезде балаларға беретін арнайы бокстар бар. Соны зерттеп жатыр. Яғни оны нарыққа шығармас бұрын, яғни тұтынушының оған қандай әсері, оның тұтынушының мінез құлқын зерттеп жатыр. Бұл компанияның тапсырысы бойынша. Сондықтан да ол қазір біздің университетте жүргізіліп жатыр. Тіпті осыдан 2 жыл бұрын министрлік бүкіл университетке рұқсат берді. Яғни финалдық жобаны немесе жұмысты қандай формада сіздер өткізуді өздеріңіз қалайсыздар, өзгертуге мүмкіндік бар. Яғни бұл жерде академиялық дербестігіміз бізге сондай мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан ол қазір бар. Содан кейін тағы да ол бір. Екінші тағы да бір біздің жүргізіп жатқан тәжірибеміз. Магистратурада біз жобаларды басқару деген пән бар. Біз ол пәнді оқытудан бас тарттық. Біз ол пәннің орнына бизнес-симулятор енгіздік. Яғни студенттер бір семестр бойы ең алдымен нақты бір практик. Сонда бірінші бізде семестрдің ұзақтығы 15 апта ғой. Бірінші 7 апта бойы нақты тақырып бойынша қаржы болса, нақты бір қаржы маманы, маркетинг болса, нақты бір маркетолог маман, нарықтың
яғни практик келіп қандай да бір қысқаша сондай бір мастер-класс тренинг жүргізеді. Ал бұл ретте студенттер компьютерлік ойында бір семестр бойы жұмыс жасайды. Яғни компьютерлік ойынға кірген кезде оның қандай да бір нақты рөлі анықталады. Мен мысалы SEO, немесе мен қаржы директорымын, мен маркетологпын, мен өндірістің басшысымын деген сондай бір рөлдерге бөлінеді. Бұл рөлдер ауысып отырады. 15 апта бойы олар осы бизнес симуляторда нақты бір операцияларды жүргізеді. Бұл яғни симуляцияда нақты бір мақсат қойылады. Мәселен, оларға барлықтарына бір тапсырма беріледі. Мысалы, сіздің компанияңыз мынандай бір тауарды өндіреді, сіздің мақсатыңыз 15 жылда компанияны мысалы мынандай деңгейге жеткізу деген. Студенттер топ-топқа бөлінген кезде жаңа бизнес симуляторда жұмыс істей отырып, сол мақсатқа жетпегенін артынан анықтап, соған байланысты бағаланады. Яғни пәнді лекция немесе практика күйінде өткізудің орнына біз қазір сондай бір бизнес симулятор арқылы оның қабілеттерін сынап көріп жатырмыз. Негізі тиімділік өте жоғары екені анықталды. Өйткені студент бұл жерде қаржыны да, маркетингті де, өндіріс циклін де, HR-ды да, яғни өзін компанияның басшысы ретінде сезініп көреді. Және компанияның басқару барысында, немесе қандай да бір рөлді атқару барысында, оның шешімі компанияға қалай әсер етіп жатқанын, компанияның қаржысына, кірістеріне, шығыстарына қалай әсер етіп жатқанын бірден көріп отырады. Бұл жаңа 15 аптадан сол компьютерлік симуляциядан өткен кезде ол компанияның 10 жылдық па 15 жылдық бір циклінен өтеді. Яғни ондай да практика бар, сіз жаңа айттыңыз, өйткені ол да бір оқытудың ең бір тиімді әдістерінің бірі. Ол бакалавриатта кішкене мүмкін ертерек шығар, біз магистратурада енгіздік. Ал сіз не айтасыз? PBL жайлы ма? Бізде әлемді зерттейтін болсақ, қазіргі көптеген мектептердің өзі сол проектный обучение өтіп жатыр. Яғни оқушыларға математикадан, физикадан, химиядан барлығынан бір жоба береді. Соны олар 3-4 адам болып бірігіп, сол жобаны жасап шығады. Сол жерде барлық өздері керекті формулаларды да пайдаланады. Соның нәтижесінде олар соңында бір өнім құрастырып шығады. Яғни оны енгізіп жатқан бізде Қазақстанда да бірнеше жеке меншік мектептерде бар. Солай PBL мен балаларды оқытатын. Ол PBL-ді оқып шыққан балалар сол университетке бармай-ақ олар дайын маман болып та шығып жатқандар бар. Бағана айтып жатқаным. Енді бізде университеттің өзі де егерде сол PBL-ға өтетін болса, бакалавр кезінен де, онда проектный обучение ол балалардың ойлау қабілетін тезірек алдыға жұмсайды. Жаңа бағана сіз айтсыз ғой, 5 минут қана лекция, қалған балалардың бәрі рассуждение. Яғни ол рассуждение кезінде балалардың барлығы сол іске толығымен кіріседі. Мен өзім бірнеше жобаларды көрдім, қалай жасап жатқанын. Мысалы, балаларға айтады, мынандай дөңгелек жасаңдар. Сол енді өзіңіз ойлаңыз, 7-ші сынып баласына сен тақтада шеңбердің ауданы мынанша, оның ұзындығы мынандай деп айтып жатпайсың. Оларға айтасың, сен мынандай дөңгелекті ағаштан қиып жаса дейді. Балалардың барлығы есептейді, ананың ұзындығын, радиус деген не, оның ұзындығы деген не екен, оның диаметрін қалай анықтайтын, барлығын сол дөңгелекті жасау барысында түсінеді. И оны айналдырып белгілі бір жерге дейін апар деген кезде олар физикалық заңдардың барлығын сол жерде бірақ үйреніп кетеді. Сондықтан бұл проектный обучениені қазір барлығы соған өтіп жатыр. Бізде асықпай соған келуіміз керек. Енді сіз айтып жатсыз ғой, қазіргі біздің университеттерде, мен сіздің айтқаныңызды түсіндірдім да, университеттерде неге сондай бәрі бірден сондайға көшпейді деген секілді астында үлкен не тұр да, семантика тұр да. Сол себепті оның өту деңгейі бірден қолап қоймайды. Біздің өзіміз бір новизна жасау үшін бірнеше уақыттар кеткен. Енді болашақта сондай бір шешімді нақты және тез қабылдай алатын адамдар бізге келетін болса, бізде ол нәрсе тез жүреді деп ойлаймын. Менің айтайын дегенім, жалпы жоба емес, әрбір тақырыпқа компьютерлік ойын жасау. Мысалы, сіздердің онлайн 1-2 сабақтарыңызды қарадым. Мұғалім тұрады, жанынан текст шығады, анимация шығады. Жалпы сабақ түсіндіреді. Бірақ бағанағы шетел тәжірибеге келетін болса, клублоудың, ол мысалы бір тақырыпты ойынмен ашады. Сөзсіз ба?
Сонда қараңызшы, егер IT университетінің студенті және бір мысалы биология немесе там бір дәрігер біріксе, да, мысалы адам ағзасы туралы қосылып бір жоба жасаса, ол компьютерлік ойын жасаса, ол тақырып компьютерлік ойын жасалынды, оны мемлекеттік деңгейде бекітті, және де мысалы бір портал, сіздер сияқты бір порталға енгізді. Ол тақырыпта компьютерлік ойын жасауға болмайды. Келесі студенттер немесе оқушылар келесі ойын жасайды, әртүрлі тақырыптарға. Сонда егер Қазақстанда көп қой, студенттер де көп, оқушылар да көп, бүкіл тақырыпты университет бойынша әрбір тақырыпқа ойын жасап шығады. Ол ойын біткеннен кейін әрбір мектептегі әрбір тақырыпқа ойын жасап шығады. Түсінесіз ба? Сонда үлкен база болады да. Ол жерде көп ақшаның қажеті жоқ қой, себебі екі студент қой, екеуі де студент, екеуінде қызығушылығы бар, екеуінде бір ортақ мүддесі бар дегендей ғой. Жалпы сол ойын мәселесі жөнінде. Сіз негізі айтып отырғаныңыз, бұл оқытудың ең бір тиімді әдістерінің бір түрі ғана геймификация. Яғни ойын арқылы ол көбінесе мектеп оқушыларына қызықты шығар. Өйткені мектеп оқушыларына қазір мысалы смартфоннан түспейтін қандай да бір оқушыны отырғызып 50 минут лекция тыңда деп айта алмайсың. Ол жалғып кетеді және де меңгермейді. Олай берілген ақпаратты ол меңгермейді. Ол мысалы жаңағы смартфон арқылы қысқа видео ойын арқылы мысалы тиімдірек меңгереді, кез келген жаңа ақпаратты. Бірақ барлық пәннен бірдей ойын арқылы әдістемесі арқылы бергенге мен мысалы қарсымын. Мүмкін ол тиімді емес шығар. Кей жағдайларда ол мысалы тарихты оқытуда мүмкін қызықты болуы мүмкін, ал басқа пәнді оқытуда, өйткені адамның тек қана енді барлығын біз компьютерлік ойын арқылы меңгере алмаймыз ғой. Мысалы креативті сыни ойлау деген дағдыны қалыптастыру үшін адам көп кітап оқу керек. Бізде бір жаманы қоғамда мынандай сын айтылып жатады, диплом көп, бірақ білім жоқ деп. Дипломы бар, білім жоқ деп. Не үшін сондай жағдай қалыптасып отыр? Өйткені бізде мысалы жаңа ұлттық бірыңғай тестте ол көбінесе ойлау қабілетін емес, есте сақтау қабілетіне бағытталған. Кімнің есте сақтау қабілеті жақсы, сол жаңағы тестті жақсы өтеді. Егер де біздің қазір мектеп оқушылары халықаралық PISA деген сияқты емтихандарды тапсырып жатады ғой. Ол емтихан нәтижелері өте төмен. Былай қарап отырсаңыз, мысалы жоғары білімі бар адамдар көп, бірақ пиак деген бір ересек адамдардың оқу қабілетін зерттеуге бағытталған бір халықаралық тест бар. Жоғары білімі адамдар бізде саны көп болғанымен, жаңағы тестілеу нәтижесін қарасақ, бізде адамның оқу қабілеті деңгейлері өте төмен. Жалпы орташа деңгей, әлемдік жоғары дамыған елдердің деңгейімен салыстырғанда бізді әлдеқайда төмен. Өйткені бізде оқи біледі, бірақ түсіну оқымайды. Оқу қабілеті бар, бірақ түсіну қабілеті төмен. Өйткені біздің негізі оқыту материалдарымыз оқуға ғана үйретеді, түсінуге үйретпейді. Сондықтан бұл жерде сіз жаңа компьютерлік ойын арқылы мысалы ол меңгереді, бірақ оның түсіну деңгейі қандай? Ол түсіну қабілетін қалыптастыра ма бұл компьютерлік ойындар арқылы? Сондықтан да жалпы оқытуда әртүрлі әдістер қолданылу қажет. Бір пәннен егер де компьютерлік симуляция анағұрлым тиімдік болса, келесі пәннен келесі дағдыны қалыптастыру үшін ол кітап оқу керек. Көбірек кітап оқу керек. Бір пәннен эссе жазу керек. Сондықтан да ал басқа пәннен коммуникативтілік қасиеттерін дамыту үшін ол көбірек сөйлеу керек. Презентация жасау білу керек. Сондықтан менің ойымша бір ғана оқыту әдістемесіне қадалып қаймай, былай ғана оқытамыз емес, әмбебап оқыту әдістерін қолданған жөн. Жаңағы кейбір пәндер бойынша сіздің айтып отырған компьютерлік симуляция ойындар қажет, ал басқа пәндер бойынша басқа оқыту әдістемелерін қолданған дұрыс. Керемет, рахмет. Сіз қалай ойлайсыз? Ойын жасау. Бізде сізде енді барлық инструменттер бар ғой, мысалы ордаген, мысалы анимация жасай аласыздар, қолдан келеді дегендей ғой енді. Тексеріп көрмедіңіздер ме? Ұсыныс жақсы. Қазір біз бастадық ағылшын тілі мен математикадан сондай симуляция жасап жатырмыз. 5-ші сыныптан бастап балаларға арналған әрбір тақырыпты сол бойынша зерттеп балаларға басқаша ойын форматында
жеткізу. Ол жерде тек қана ойын форматы емес, Мұқағали мырза 4 жаңағы баланың типтері бар. Сол типтерге байланысты біреулер аудиал, біреу визуал деген сияқты, біреу текстпен қабылдайды. Сол форматтың барлығын біріктіріп отырып біз сол 2 пәнді қазір 5-ші сыныптан бастап жасап жатырмыз. Жасап жатқан уақытымызға ол жерде жаңа Ордаген деген бізде балаларға арналған жобамыз бар. Оның аты Айбар деген 10 сериядан тұратын мультфильмді де жасап шығардық. Қазір 1000-нан астам қазақша ертегіміз де бар ол жерде. Енді оның басты мақсаты, оның жасағанымыз ол балаларымыз қазақша сөйлесін деген ниет болған негізі. Өйткені інілеріміздің тілі орысша шығып жатыр, оларға біз орысша мультфильм көрме деп айтпаймыз ғой. Оларға біз сол орысша мультфильмден көбірек контент беретін болсақ, сол кезде олардың тілі мүмкін қазақша шыға ма. Ал жаңағы математика мен ағылшынға келетін болсақ, бізден ана халықаралық зерттеу бар екен, зерттеулер көп айтатын болдық бүгін. Ағылшын тілін білген бала барлық гуманитарлық пәндерінен жақсы болады. Әдебиеті, оның басқа пәндері. Ал математикасы жақсы бала, оның автоматты түрде биологиясы, географиясы, жаратылыстану бағыттағы сабақтар жақсы болады. Сондықтан біз осы 2 пәнді негізге ала отырып, осыны 5-ші сыныптан бастап көтеріп жатырмыз. Неге 5-ші сынып айта кетейін? Өйткені қарасақ, бастауыш сыныпта балалардың барлық жақсы оқиды. Прям жаман оқитын бала жоқ. Бірақ 5-ші сыныптан бастап бітіп төмен түсе бастайды. Өйткені ол жерде бөлшек басталады, одан кейін интеграл, туынды, логарифм қосылады, балалардың бәрі қиналып, математикадан бала 3-ке шықса, автоматты басқа сабақтардың барлығы 3 болып кетеді ол жерде. Сол себепті осы 5-ші сыныптан бастап біз балаларды жетелейтін симулятор қазір дайындап жатырмыз. Жақын арада, болашақта біз оны тексеріп балаларға жіберетін боламыз. Қазірдің өзінде біз Алматы қаласының бірнеше мектебінде соны өзіміз біртіндеп тестировать етіп дамыту үстіндеміз. Рахмет. Енді түйін болсын. Мағжан Жұмабаев атамыз айтқан сөзі бар. Біз баланы тәрбиешісіне ұқсас қылып шығару емес, баланы болашақ заманға лайықты сай етіп шығаруымыз қажет. Енді сіздер бұл енді тарихта қалатын видео ғой, енді YouTube аман болса егер. Жастарға бір үндеу жасасаңыздар, бір түйін ретінде олар қалай заман ағымына ілесе алады, қалай олар заман ағымнан қалып қоймайды деген сияқты бір ақыл, кеңес, түйін айтып өтсеңіздер. Әсел ханым. Сіз жаңа Мағжан Жұмабаевты өте жақсы мысалға келтірдіңіз. Біз қазір өзіміздің ғалымдарымыздың еңбектерін зерттеуді қолға алып жатырмыз. Мағжан Жұмабаевтың 1920 жылдары шыққан педагогика деген бір несі бар екен, оқулығы бар екен. Сол оқулықта ол қазір атақты Стивен Ковидің 2004 жылы жарыққа шыққан кітабындағы дүниені біздің ғалым 20 ғасырдың 20 жылдарында айтып кеткен екен. Жалпы адамның 4 интеллектінің типі туралы. Стивен Кови айтып жатады: эмоциональный интеллект, IQ, PQ, физический интеллект, және SQ, духовный интеллект. Яғни адам қандай да бір толыққанды қалыптастыру үшін тек қана ақыл ойын ғана емес, жалпы физикалық интеллектінде, эмоционалды және рухани интеллектінде дамытқан дұрыс деп Стиви Кови айтып кеткен екен. Ал біздің Мағжан Жұмабаев сол өзінің педагогика деген оқулығында адамның қалыптасуының 4 жолы деп бөліп көрсеткен екен. Ол ақыл тәрбиесі, дене тәрбиесі, мінез құлық тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі деп жаңағы біз қазір көбінесе Стивен Ковиді айтып жатамыз, ал Мағжан Жұмабаев одан ертерек осы адамның 4 интеллектінің типі туралы айтып кеткен екен. Сондықтан менің ойымша, мен жастарға беретін жалпы кеңесім, тек қана ақыл ойын ғана дамытуға қадалып қоймау керек. Жалпы өзінің жан-жақты ретінде тұлға қалыптасу үшін өзінің физикалық, өзінің қалай айтсақ физикалық интеллектіне көңіл бөлу керек. Егер де сен ертең қандай мықты маман болсаң да, ауырып жүрсең, ешкімге керек болмай қаласың. Сұлулық тәрбиесі дейді, яғни мінез құлық тәрбиесі, жаңа өзінің мәдениетті және жоғары құндылықтарды ұстанатын бір мәдениетті адам ретінде өзін қалыптастыру қажет. Сондықтан да жан-жақты қалыптасу керек. Ол бірінші. Екінші, маған мектеп кезінде өте қатты қажет болған нәрсе, ол мен мектеп кезінде бізде сұрақ қою қатаң жазаланатын.
иә. Егер де сен сұрақ қойсаң, сен яғни бірдемені білмейді деген сондай бір ой қалыптасады. Сұрақ қоюшы адам ол бірдемені білмейтін, екіге оқитын, сондай бір нашар оқушы деп қалыптасқан. Ал шетелде олардың әдістемесі бойынша анағұрлым көбірек сұрақ қоятын адам, яғни қандай да бір нәрсені зерттегісі келетін адам ретінде қалыптасады. Сондықтан да сұрақ қоюдан қорықпау керек. Анағұрлым өзіңізді қызықтыратын сондай бір сұрақтарды көбірек қойған дұрыс. Жалпы мектепте менің ойымша оқытушылар сондай бір дағдыға баулу керек. Иә, сұрақ қоюдан қорықпай, керісінше сұрақ қоюды әдетке айналдыру керек. Ол бір, жәнеден қателік жасаудан қорықпау керек. Ол кәсіпкердің, біз өзімізді кәсіпкер бизнесмен ретінде қабылдамасақ та кәсіпкер ретінде біз қабылдаймыз ғой. Кәсіпкер жалпы қателік жасаудан қорықпау керек. Тәуекелге барудан қорықпау керек. Өйткені жасаған қателіктеріміз ертең бізді жоғары жетістіктерге алып келеді. Ал бізде қателесу қатаң жазаланады ғой. Сен қателессең, сен жаман адамсың деп. Сондықтан бізде, мен жалпы жастармен жұмыс істеген кезде байқайтыным, қателіктерді көтере алмай жатады. Қандай да бір қателік істесе, бітті, мен қабілетім жоқ, мен ертең жақсы маман бола алмаймын деп түңіліп жатады. Менің ойымша ол өте дұрыс емес. Жалпы мен студенттерге айтам, университет ол полигон, сынақ. Яғни сіздер бұл жерде 10 рет қате жасап, сол қателіктеріңізден қандай да бір сабақ алып, сол үшін келдіңіздер. Иә, сондықтан да жастарға айтатын бір кеңесім, қателік жасаудан қорықпаңыздар, қандай да бір жаңа дүниені бастаудан қорықпаңыздар. Қателіктер арқылы біз үйренеміз, дамимыз, жетілеміз. Рахмет. Асқар мырза. Керемет. Енді мен әрі өзім университет бітіргеніме қарасам 5 жыл болды. 5 жылдың үстінде өте көптеген өзгерістер болды. Қазіргі бізден кейін келе жатқан поколенияларға мен айтатыным, мынау тақтаның үсті мектеп болатын болса, осы мектепте олар қандай да бір қателік жасаса, оларды қайтып келіп орындайтын жерлері бар да. Университетке кеткеннен кейін ол мынандай поляға кетеді. Қандай да бір сенің жасап жатқан іс әрекеттерің барлығы ол осы поляда. Егер сен қатты қателессең, мүлдем астыға түсіп кетуің де мүмкін. Яғни сенде подушка безопасности ол жерде жоқ. Сол себепті мынандай воляда жүрген кезде ең бірінші маған көмектескен, көп адамдарға көмектескен ол кітап. Сол себептен бізден кейінгілерге айтатым, ол кітап оқуды әдетке айналдыру керек. Өйткені барлық нәрсе кітапта жазылып кеткен. Кез келген білім кітапта бар. Соны бастысы өзің алып, пайдаланып, оқып, анализ жасасаң болады. Екінші айтатыным, бізде көбісі осы айналада ғана ойланады. Осы Қазақстанда ғана ойланады. Біз әлемді бағындыруға ата-бабаларымыз өте үлкен жерлерді жаулап алып, сол жақтың барлығында билік жүргізе алған адамдар. Ол біздің генімізде бар. Сол себепті біз өзіміздің кругозорымызды бүйтіп ашуымыз керек. Біз тек қана Қазақстанның деңгейінде емес, басқа әлемдерге қалай пайдамыз тигіземіз, көрші мемлекеттерге қалай тигіземіз. Сондықтан екінші ол кругозорды тек қана Қазақстанға емес, әлемдік деңгейде ойланады да қалыптастыру. Үшінші айтатыным, ол бізде барлығы тәжірибе. Яғни ертерек тәжірибеге кіру керек. Сол кезде ғана сенде бір нәтиже пайда болады. Тәжірибені ертерек бастағаның, ол сенің өзіңнің ертерек өмірден мынандай полядан, зона комфортынан тезірек шығып кеткеніңді білдіреді. Бізде көп жастар менің қынжылтатыны, университетке түседі, 4 жыл стипендия алады, содан кейін бірнеше бөлігі магистратураға сол университетте алып жүрген стипендия бар ғой, содан айырылып қаламын деп магистратураның стипендиясын түсіп жатады. Сондықтан ертерек бізде өмірге өзің қанатын жайып, тезірек тәжірибеге ұмтылу керек. Осы үш нәрсені айтатын едім жастарға. Рахмет. Рахмет. Ал енді жақсы сұхбат болды деген үміттемін. Сіздерге көп рахмет. Келесі жеңісті күндерде жүздескенше сау болыңыздар. Рахмет.